Қарағанды облысы Ақтоғай ауылының тұрғыны бельгиялық ірі қоян тұқымын өсіріп, мол пайдаға кенеліп отыр. Баға білсең, қоян етіне де сұраныс бар дейді кәсіпкер. Жалпы елбасы халыққа жолдауында ауылда бұрын соңды дамымаған сұранысқа ие шағын кәсіпкерлік түрлерін анықтап, оларға жағдай жасауды тапсырған болатын. Соның жарқын бір мысалы Қабдыман Есенбаев енді мемлекеттен қолдау тауып, шаруасын кеңейтуге белді бекем буып отыр. Қабдыман Есенбаев алып фландер аталатын мына қоян тұқымын ғаламтордан көріп, оның пайдасының зор екенін білет. Содан кейін іздеп жүріп, қаладан арнайы тапсырыспен 10 көжегін алдырды. Бақсақ асырау онша қиын емес екен дейді ол. Қазір қорасындағы қоянның саны 80-нен асып жығылады. Бұдан бөлек біразын күзде етке тапсырды. Қоян етінің 1 килограммы 1300 теңге тұрады. Әрі диеталық болғандықтан арнайы асханалар оны жиі сұратады. Ал мына асыл тұқымды салпан құлақтың біреуі 7 килограммға дейін ет беретін көрінеді. Мынасына бір көлік сатып алдым, соның ақшасына. Келесі жылғы планда бір 300 бастай ұстаймын деген, көбейтем деген орындайындап ой бар. Енді ауылда бос отырғаннан кейін осындаймен айналысып, бала шағада үйде көмектесіп бәрі осы. Бүгінде пайданың көзін тапқан кәсіпкер ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы 800 мың теңге несие алыпты. Енді сол қаражатқа қояндарға кеңетіп қора дайындап санын көбейтпекші. Жалпы қояндар күтімі жақсы болса, жылына 2 мәрте көжектейді екен. Әкесінің тынымсыз тірлігі мына өздері үшін екенін ұлы Назым Сұлтан да жақсы біледі. Ойын баласы сынды күніге бос жүрмей, әкесіне көмектескенді жақсы көреді. Мен бұл қояндарға шөп, жем берем, бұл қояндарды жақсы көрем, бұны көбейте бергім келеді. Бұған кебек, шөп, су құйса болды. Қалауын тапсан қарда жанады демекші, үйде қол қусырып бос отырмай кәсібін дөңгелеткен Қабдыман Есенбаевтың мақсаты біртіндеп осылайша орындалып келеді. Бағдәулет өз қолында дейді кәсіпкер. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Нұрмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.